тұңғыш президентіміздің саясаткерлік қырын танытатын еңбектерімен таныса отырыңыздар. Елбасымыздың көптеген кітаптары Қазақстанның тәуелсіздігіне жазылған, тәуелсіздігінің алу жолдары, тәуелсіздіктің ең алғашқы сындарлы 10 жылы деп аталады. Және ғасырлар тоғысында деп аталатын кітаптары Қазақстанның сонау тәуелсіздікті алғаннан бастап алдына қойған мақсаты, стратегиясы, даму жолы жазып өткен. Еліміздің президентінің еңбектері тәуелсіз Қазақстанның тарихының фактілері мен оқиғаларын баяндайды. Сол арқылы біз алдымызға қойған мақсаттардың орындалу жолдарын және де кейінгі жеткен жетістігімізді біліп отырамыз. Кітаптары өте терең, және де жылдар мен ойлар атты кітабы өте бір президенттің ойын, алдына қойған мақсатын білдіретін ең бір жақсы тамаша кітаптардың бірі болып табылады. Ең алғашқы кітабы 1985 жылы жазылып, одан кейін 1991 жылы шыққан «Әділеттің ақ жолы» және 1992 жылы шыққан «Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» деген кітаптармен жалғасқан. 1999 жылы «Тулаған толқында» деп аталатын кітабы жарық көрген кезде президент баспасөз өкілдеріне: «Бұл кітаптың мен үшін мән маңызы ерекше. Бұл кітапта өзімді тұңғыш президенті етіп сайлаған туған халқымның алдындағы бір перзенттік парызымды өтеу үшін, қазағымның ұлы мен қызына жүрегімнің сөзін жеткізу үшін жаздым» деген екен. Бұл мерекені атап өту Қазақстан халқы үшін үлкен қуаныш, зор мәртебе. Сөз соңында айтарымыз, еліміз бен елбасымыздың абыройы әлем елдері алдында мәңгілік биіктей берсін. Халқымыздың мерейлі мерекесі тұңғыш президент күні құтты болсын. What?